ұстаздар, ардақты аналар, әпкелер мен сіңлілер, көктемнің мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен баршаңызды құттықтаймыз. Бүгін біз мектебіміздің ардагер ұстазы Байкубекова Айша апайды құттықтап қайтамыз. Елінде жүргізсем қай ақынның шығармаларын сүйіп оқисыз? Және номер 6 орта мектептің оқушыларына қандай кітапты оқуды ұсынар едіңіз? енді тілші болғасын бізге барлық салада білу қажет қой. Өзімнің мұқағали өлеңдерін, абайдың өлеңдерін біз әрбір сөзімізді, әрбір сөйлемімізде барлық пәндер болса да абайдан тәлім алып. Абай шығармаларын туралы көптеген шығармашылық жұмыстар жасадым. Облысқа дейін осындай нелердің бәрін өткіздім, тәжірибелерін таратып. Абай оқуларын оқысыз? Абай кітаптарын оқыған бала ол салт сананы да біледі, білім ғылымды да біледі. 5 асыл іс деп қойды, айтып. 5 асыл іс осы Абайдан деп. Есептеймін өзім, әлі күнге пенсионер, зейнеткер болсам да Абай шығармаларын анда-санда оқимын, көзіме үйретемін, ешкіммен болса да. Жақсы өткізу. Жақсы өткізсеңдер өздеріңіздің еңбегіңіздің жемісі деп есептеймін. Ұяты жоқ, неше жыл болсақ та бір жерде, бір тақырыпта, бір сөзден сұрап, бір-бірінен балаға қалайда дұрыс жауабын беріп, өзінің жауабын баладан алып, еңбектер, осының барлық еңбек деп есептейіп, көп еңбектері бар жастарға. Қазір бұрынғыдай жаңа кітап сұрап оқитын заман емес. Қазір барлығы бар. Барлығын ізденген адамға материал жеткілікті. Соны өзім ұштап әлемге пайдалану жас болғандағы. Айтар кеңесіміз сол. Рахмет. Айша апай, уақытыңызды бөліп берген сұхбатыңызға нағыз өзіңізге денсаулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Сау болыңдар. Сау болып, 6 орта мектебінің жас мамандары тек жұмыстарын алға бола берсін, бүкіл жетістіктерге жете берсін, шәкірттердің өздерін қуанта берсін. Мектеп ұжымының барлығына рахмет, сау болсын. Осылай зейнеткер болсам да алдыма осылай жас мамандар келіп құттықтап, менен ақыл кеңес сұрап жатқандарына көп рахмет, алғысым шексіз. 6 орта мектебі жадыра бастаған.